көрермен, жарнамадан оралдық, әзірге шымылдық жабық. Белгіні жазып алыңыздар. Белгі аяулымның қолында. Аяулым. Ақ батасын алу. Ата-ананың ақ батасын алу. Баласы ханым, осы орайда айта кетсем, қош келдіңіз. Менді айтып отырсыз ғой, менің ата-анам білмейді деген сияқты. Негізі ата-анаңыздың бір ақ батасын алып келгеніңіз дұрыс па еді деп ойлаймын да. Қазір менде мынандай ой болып тұр. Мысалы, енді Саиданың баласы бар деген сияқты. Ертеңгі күні сол Саиданың баласымен бірге сіз асырай аласыз ба? Мен сізге қарап, мысалы, қазір ойлап тұрмын да, сіз асырай алмайтын сияқтысыз. Өйткені бізде Саида өте сондай бір әдемі, сондай бір сұлу қыздардың бірі да. Мен қазір, честно говоря, қимаймын сондай сұлу қызды сізге. Жоқ, мен асырай аламын ғой. Ең басты менімен бірге қиыншылықта көруге Дайын болса. Дайын болса болды. Бірақ енді дегенмен де ер азаматтың түріне қарап тұрып, сіз асырай алмайтын сияқтысыз деп айту орынсыз сияқты. Себебі сіздің кімнің қандай еңбекқор екенін қайдан білеміз біз? Шерхан жаңа сұрақ қояйын деп жатыр. Баласа ханым, кешірім сұраймын. Ақырке маған сұрақ қойған еді ғой. Танымал болса, как там болады? Танымал болған қалайсың ба деп, иә? Маған ол маңызды емес. Сосын самое главное для меня, чтобы ер азамат диванда жатпай еңбекқор болғаны өте маңызды. Мен таңғалдырып тұрған нәрсе, аяулым ата-ананың ақ батасын алу маңызды дей ма? Ол ата-ананың ақ батасын алу маңызды болса, сол кісілерге қызмет көрсетуде маңызды болу керек емес па, негізі деймін да, аяулымға. Жалпы, жаңа енді Саиданың талғамына келіп тоқталайын дегем ғой. Бойы ұзын, әдемі жігіттер ұнайды деді ғой. Саида, мен сен талғамыңа келем ба негізі? Сенің мінезің күшті. Жоқ, мен сен талғамыңа келем ба? Мен бойым ұзын емес, түрім бір керемет красавчик емеспін. Жалпы келем ба негізі? Түрің қарауға болады. Түсінікпен қарауға бола ма негізі? Жоқ, просто мынандай да баласа ханым. Қанша жерден кейбір адамдар бар да, отношенияда бір сырттай қарайсың ғой, әдемі бір жігіттермен қарым-қатынас құрып жүрген қыздар өздері көздеріне сораса қып жылап жүреді да, сол жігіттердің артынан ше. Негізі ол түрге емес, адамның ішкі жан дүниесіне қарасаң, сен шынымен бақытты болатын адамсың да. Сол себептен сырт келбетпен, жаңағыдай аяулым сияқты да сыртына қарап, томпішіп, сол үшін шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Жоқ, Шерхан, сен де қыз әдемі болса қарайсың, әдемі болмаса қарамайсың. Жоқ, негізі түрге қарамаймын мен. Вообще қарамаймын, фигураға да қарамаймын. Қойшы, Ақбота өте әдемі ғой. Әдемісі әдемі ғой, мен жаман деп отқан жоқпын ғой енді. Жалпы айтып жатырмын, мен еш нәрсеге қарамаймын, жүрегім тартса болды. Және сізге де соған кеңес берем дейсіз, иә? Жоқ, баласаға мөлшерді айта кетейінші, жаңа түрге қарамай мінезі деп жатыр ғой. Бұл сырттан бірінші келіп тұрған адам болғаннан кейін мінезін түсініп үлгере алмайды да, ал мінезін түсіну үшін бір 4-5 күн таныстық керек. Сондай әңгіме ғой, мына жерде просто мына жерде бір жерде отқаннан кейін мінезі жақсы ғой, түрі де болмаса деген сияқты жақсы көріп қалып шығар, Ақерке, мысалы. Деп адырым да, сол үшін бүйтіп қатты өйтіп айта бермесеңдерші. Маған тиіп адыр да әңгімең бар. Сәл бір түрлі болып қалып адырым да жерде. Кешіріңіздер қойбай. Баласа ханым, орынбасарға сұрақ қойып кетейінші. Орынбасар, қош келдіңіз. Сіздерден де мынау оңтүстік жақта салт дәстүрді қатты ұстанады ғой. Сіздердің жанұяларыңызда қалай мысалы? Саида ондай нәрселерге бір дайын емес сияқты негізі. Орамал тарту, сәлем салу, келіндік жұмыстар деген сияқты. Сіздердің жанұяларыңызден қалай ол? Ең бастысы ата-енеге деген құрмет болу керек қой. Бірақ бірге тұрмаймыз деп жатыр, енді бір қатты талап жоқ секілді. Аян? Жоқ, мен жаңа жерде қалып кеттім, Ақеркеден сұрайыншы дегенмін ғой. Ақерке, сен Нұржанның нақты қай жеріне қарап ғашық болдың негізі? Соны айтшы маған. Жоқ, негізі, ең басында мен енді бағдарламаны қарап келдім ғой, сол кезде маған қыздарға деген, енді қалай айтсам, қатынасы ұнады, я. Одан кейін енді мен үшін, мысалы, Нұржан ең әдемі. Неге күлесіз, Ақерке? Зренияңызбен бәрі жақсы ма? Күліп жатыр. Әзіл ғой, жалпы, бірақ мен ойлаймын, менің ойымша Ақерке бірінші іс-әрекетіне қарап тұрған сияқтысыз бәрібірде. Бәрібірде маған оның енді харизма дейш, мен қараған кезде ол айтты маған, сенің бұрынғы өмірін маңызды емес, қазір сен менімен бақытты болсам болды деген енді бір қызға айтып жатты ғой сол кезде. Соны сіз өзіңізге елестетіп, маған айтса жақсы болып кететін сияқтыңыз деген сияқтысыз.
Жақсы, енді бірақ Нұржан деген сымбатты жігіттеріміздің бірі, оған күлетін несі бар? Ал мен үшін сымбаттысыздар барлығыңыз. Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне дейді ғой. Енді Ақеркенге соған келіп тұр, енді қасында жүргеннен кейін үйреніп кеткен сияқты ғой, негізі. Нұрдәулет. Деп айта салайын деген ғой. Нұрдәулет, сіз қиналып жүрсіз бе? Күнде қарап үйреніп кеткен сияқты дейді, сіз үйрене алмай жүрсіз бе? Жоқ, Ақеркен айтып жатырмын да. Енді жаңа Сатдәулет айтып жатыр, сен зрениеңнен проблема бар сияқты депші. Енді мен оны түсіріп жатқан жоқпын Нұржанды. Бірақ та енді басында негізі Балауса ханым, Нұржан шынымен де бой десе бойы бар, түр десе түрі бар. Негізі бірақ көбінесе мен ойлаймын, маған оның әзілдері ұнағандықтан, харизмасы ұнағандықтан ғашық болдым депші. Негізі Балауса ханым өмірде де, неқта да көптеген әдемі қыздарды көріп жатырық қой. Әдемілігіне бүйтіп қасына барасың, бірақ сөйлесе келе бір мінездері ұнамай қалады, әрекеттері ұнамай қалады да. Сол үшін бұл жерде әдемілік бірінші кезекте емес. Но қасына бару үшін қыз әдемі болған үшін қасына барған шығарсың енді. Жоқ, енді расымен рас айтасың, иә. Бірінші әдемілік деп бізде алданып қалатыр қой деген сияқты ғой. Андай ғой, адамды негізі түріне қарап нетпейсің ғой, ғашық болмайсың ғой, адам харизмасына, бір саған деген отношениясына, сол нәрсенің бәріне ғашық боласың ғой. Ғашық болған кезде ол түрі онша емес, бой кішкентай болса да сен үшін идеал болып көрінеді да ол кісі ол кезде. Сол үшін де. Екеуіңізге не болып отыр бүгін? Әппақ болып киініп алғансыздар, бір жаққа барайын деп жүрген жоқсыздар ма? Күліп бір-бірлеріңізге тиісіп отырсыздар. Жоқ, бұл сәйкестік деп ойлаймын. Себебі сәйкестік емес, мен бірінші келгем негізінде ше. Сол кезде біздің СММ маман түсірді ғой, біз ақ көйлекпен ше, осы немен киіммен түсірді. Бір сағаттан кейін ба, Жанар келген кезде осындай әппақ болып киініп келіпті. Сол кезде мен айттым, алдын ала мені көріп, бір парный сияқты киініп келейін деді ма? Өзі ма? Иә. Мен таңертеңнен бері съемкадан жүрген адаммын. Мен осы киіммен жүрген бүгін. Сол үшін амал жоқ. Киім ауыстыруға уақыт болмай үстіп келе салған болатын. Жақсы, жай сұрап жатқаным ғой, екеуіңіз келісіп алған жоқ. Балауса ханым, менде бір сұрақ бар еді. Сіз айттыңыз, что үйленгенсіз, бірақ екінші рет той жасау ойда бар ма сізде? Иә, бар. Ойымда бар дейді, иә. Сіз той қалайсыз ғой? Иә, Саида? Негізі менде той болмаған. И мен жаңа ғана қыз ұзатуда болдым. Өте керемет дәстүрлер екен. Маған қатты ұнады сол қазақ дәстүрі. Дәстүр дейді ғой, яғни? Иә. Мен ана жерде қонақтармен бірге жыладым. Өте керемет дәстүр екен. Мне очень понравилось. Иә, қыз ұзатуға бүгін таңертең барып келдіңіз ба? Жоқ, кеше. Кеше. Жаңа ғана дегеннен кейін мен сіз жаңа сол жерден келіп отырмын екен деп отыр едім. Бірақ Саида, сіз өзіңіз ақ көйлек кимедіңіз ба? Тойда? Жоқ, кимедіңіз. Ондай болатын болса, енді бәлкім ақ көйлек кигізіп, бір тойдың жасалғаны дұрыс деп ойлаймын қыз баласы үшін. Диас? Жоқ, мен жаңа түр жайлына қалып кетміші. Негізі осы нәрсенің точкасын қоя салайын деген ғой. Айтады ғой, Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда дейді. Шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесі талай ердің, саяз көлге шашылмайтын шұғылаң, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан деп. Ол адамның сыртқы сұлулығы не керек, егер оның тереңдігі болмаса деп бір точкасын қоя салайын деген өтіп кетті енді. Иә, жоқ, бірақ өте жақсы айттыңыз. Нүктесін сіз қойдыңыз. Тағы да сұрақ қояйын деп жатқан қыз жігіттер бар ма? Сатдәулет? Бәрі жақсы, Балауса ханым. Ешқандай сұрақ жоқ. Шымылдық ашылғаннан кейін қоя жатармыз деп ойлаймын. Онда мүмкін Саида. Шымылдықты ашармыз. Ашамыз. Сұрағыңыз бар ма? Иә, қоя қойыңыз. Негізі адамның түр келбетіне қарау ең бастысы жүрегінде иманы бар болса ойлаймын. Ең бастысы адамның түріне емес, ішке жан жылуы бар болса, сол да жеткілікті. Өте дұрыс айтасыз. Ашамыз ба шымылдықты? Ашамыз. Жақсы, ендеше шымылдық ашылсын. Sözüme tek I love you baby Bağımsın dirilgen I need you baby Boşu tek benim I love you baby
let me love you. Шымылдық ашылды. Жайғаса қойыңыз, Саида әсеріңіз. Жақсы. Иә, жақсы деп жатыр. Садөлет? Енді қоя берсем болады шығар. Саида, өзіңе қалай ұнады ма негізінде? Шыныңды айтшы. Ұнады. Ұнады. Мен ойлаймын енді Орынбасар өте қарапайым, қазақтың кәдімгідей қара домалақ жігіті. Қош келдің бауырым. Осындай өзіңнің күш-жігеріңді жинап, біздің қызға келгеніңе саған мың рахмет. Енді Құдай қаласа, үмітін ақтап, жақсы таныстық күтеміз сенен. Саған кішкене бауырым, өзің смелостың бар сияқты, сәл ашыламай отқан сияқтың, сәл уверенный болып, өзің сөйлеп, жаңағыдай өзің алға сөйлеп кетсең, бәрі дұрыс болады сияқты. Орынбасар, сіздің әсеріңіз қандай? Саида Инстаграмнан көргендей ме екен? Иә. Теледидардан көргендей? Әбедемі, көркем мінезді, сұлу. Иә. Ойыңыздағыдай? Иә, ойымдағыдай. Рахмет. Ау? Рахмет, говорю. Рахмет деп жатсыз ба? Иә, Тимур? Саидадан сұрағым келіп отыр, мен егер сіз қанша уақытта, қанша кездесуде өзіңіздің адамыңыз екенін или ұнатпағаныңызды біле аласыз. Одан кейін екінші сұрақ, егер осындай ажырасқан тоже адам келіп той жасауға қарсы болса, просто неге тұрып, тойсыз, бірақ просто бірге тұру керек болса, сіз оған қалай қарайсыз? Нормально қараймын, түсіністірушілікпен қараймын. Өзіңіз адамыңыз емес екенін қанша уақытта білесіз, қанша кездесуде сіз ұнатқаныңызды, ұнатпағаныңызды білесіз. Мен адам тануды шынымен де білмеймін, Балауса ханым. Мен ойлаймын, что осы жерде шын келбеті, беті адамның ашылады. Иә, негізі Саида айтқан еді ғой өзі, мен адам танымаймын көбіне, сондықтан да осында келдім, жақсы жігіттер келсе, осы жерде сіз болып, біз болып, маған жар таңдасақ дегенде Саиданың өзі айтқан еді. Енді мен ойлаймын, бірақ Саиданың өзі сондай жүрегі таза, өте ақ көңіл қыздарымыздың бірі. Енді бәлкім әңгімелеріңіз жарасып кетер, бірақ жаңадан бері сұрақ қоямын деп отырған жігіт қыздар бар еді, иә, Жанболат? Не болды? Бәрі күшті, бәрі. Иә, мана шымылдық ашылған кезде бір түрлі болып қалдық та, Саиданың көңілінен бір жігіт шықпай қалған сияқты болып тұр да, жақсы деп андай қышы. Соны өзінен сұрайықшы, бір точно ұнады ма, точно ұнамады ма? Саиданың көңілінен келген жігіт шынымен де шықпай қалды ма? Енді әлде ұялып отыр ма, сырласуға бара ма жоқ па, барлығын жарнамадан кейін бірге білетін боламыз.